Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube каналымның көрермендері. Бүгін сіздерге таңғы асқа таптырмайтын дәмді құймақтың рецебімен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк баса кетіңіздер. Бізге керегі айран, қант, жұмыртқа, тұз, ас содасы және ұн. Бір ас қасық қантымыздың үстіне бір жұмыртқамызды салып, жақсылап көпіртетін боламыз. Жақсылап көпірткен жұмыртқамыздың үстіне 2 шымшым тұз саламыз. Керекті ингредиенттердің граммдарын, өлшемдерін видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Тағы да бір араластырып алыңыздар миксермен. Және осының үстіне айранымызды құямыз. Менде айран қолдың айраны, сондықтан кішкене қоюлау. Сіздерде магазиннің айраны болатын болса, дүкеннен алған. Ол кішкене сұйықтау болуы мүмкін. Айран қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды саламыз. Мен мына жерде ұнның граммын 200-ден 250-ге дейін деп белгіледім. Сіздер біртіндеп бөліп араластырып отырып қараңыздар қаншалықты кететінін. Өйткені айранның қоюлығы әркімде әрқалай болады. Ең соңында барлығын араластырып болғаннан кейін ас содасын салып, тағы да бір жақсылап араластырып 5 минутқа қоя тұрамыз. Қамырымыз өзі көтерілу керек. Қамырымыздың қоюлығы осындай қаймақ сияқты қоюлықта болып шығады. Міне осындай болып көтерілу керек. 5 минуттан кейін осындай шетінен ғана алып, ас қасықпен қызып тұрған сковородкамызде май құйылған пісіретін боламыз. Тағы да бір көрсетіп атым сіздерге, ас қасықпен шетінен ғана барлығын араластыруға болмайды. Ас содасын салғаннан кейін осылай шетінен алып біртіндеп пісіре береміз. Сковородкамызға салғаннан кейін 1-2 минутқа қақпағын жауып қоямыз. Құймақтарымыздың бетінде ұсақ тесіктер пайда болу керек. Сол кезде астын аударуға болады. Міне осындай тесіктер шықты. Енді аударуға болады деген сөз. Міне осылай аударып, кезекпен екі жағын пісіріп аласыздар. Барлық қамырымызды осылай пісіріп шығамыз. Піскен құймақтарымызды қағаз салфеткеде майын сорғытып аламыз. Міне құймақтарымыздың пісіп шықты барлығы. Осындай биік, іші толықтай піскен, өте дәмді болып шығады. Сіздер де таңғы астарыңызға жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздерге ас болсын және сау болыңыздар.